Ассалаумағалейкум ағайын. Мына жұмыртқа уақытын айттық қой. Несушканың екі түрі бар, порода түрі бар. Екіншісі кросс түрі бар. Кросс деген көне 320 жұмыртқа туады жылына. Бірақ олардың несі мерзімі дейді, срогі дейді ғой, ерте аяқталады. Фабрика жағдайында мысалы 1,5 жылдан кейін зейнетке шығады. Мысалы кросстар дегенде кросс несушкалардың ішіне жаңағы ламан браун, ламан уайт, хайсекс, хайлайн деп кете береді. Бұлар және бұл кросстар, яғни кросс несушкалар өздерінің характерін қайталамайды. Өз сияқты әтеш тауық тумайды. Гілең туса әртүрлі не шығып кетеді. Мүмкін жақсы туатын шығар одан кейін балалар, бірақ өздері сияқты тауықтары қызыл, әтештері ақ болмайды. Яғни характерін сақтамайды. Кросстан кросс шықпайды, қысқа айтқанда. Кроссты алу үшін екі түрлі тұқым бар, екі түрлі тұқымды қосып селекция жасайды. Мысал айтқанда мынау Американың бір мысал айтып отырмын. Мен білмеймін нақты қандай әтеш қосып, қандай әтештің породасы, қандай тауықтың породасын қосатын. Мен селекцияны білмеймін. Жалпы естігенім жаңа Рот-Айленд әтеші мен Легорн тауығын қосады деген сияқты. Мысал просто. Ол басқаша ол мүмкін, Аллах алам. Оны екі түрлі породаны алу да қымбатқа түседі. Европа жақтан алдырасың, мысалы ресейлер сол жақтан алдырып, өздері заводчик болып отыр. Оған уақыт керек, зерттеу керек, іздеу керек. Қысқасы жұмыртқасын сатып аласың ғой Ресейден или Европадан. Енді Европадан келгеннің өзінде біз Ресей арқылы аламыз. Немесе Ресейден тікелей де алуға болады. Немесе бізде Қазақстанда сол Ресейден таситындар бар, көп. Тексерілгендер жақсы. Жалпы бұл құсты сол жаңа айттық қой, фабрикада промышленный бағытта ұстайды. Арнайы құнарлы жем болады, құрама жем. Комбикорм дейді орысша, комбикорм старт, комбикорм рост дейді. Сосын ана көбіне сатшы беріп жатады ғой, зейнетке шыққан тауықтар алады, олар сатшы береді, не сөйтіп тастайды. Комбикорм финиш береді де. Немесе осылай беріп тастайды. Кісілер 1000 теңге, 1500-ға арзанға алып жатады ғой. Бұл сол жаңағы зейнетке шыққан нелер. Бұлар да жақсы болып кетеді көбі. 10 алса 10-ның бір 5-6-ы өлді десең, қалғаны жақсы болып кетеді. Қалғаны өзі қарапайым тауық сияқты болып қалуы мүмкін. Сәл-пәл енді қарапайым тауықтан қанша дегенмен жақсы көрсеткіш беретін шығар. Бірақ енді жақсы жем жеп қалған, жақсы витаминдер жеп, ашық аспан астына шығып көрмеген, торда қамалып тұрады олар. Әтешсіз туады олар. Оның бәләнбай мың тауыққа әтеш қосып жүрмейді ол. Немесе қолдан ұрықтандырып жүрмейді. Олар витамині бар, жақсы жемі бар. Тұрған жері жақсы, құрғақ, таза. Бірақ көрсеткішіне түсіп кеткеннен кейін олар бірақ жаңа не істейді, бракировка дейді ма, сұрыптап шығарып тастайды. Кросс әтешке сол манағыда айтқандай, қандай әтеш қоссаң да өзің білесің ғой. Ал әтешінің де, тауығының да қандай қоссаң да өзің білесің, қоспасаң да өзің білесің. Оплотқа болса қосасың ғой. Былай ғой, жаңа мысалы кросс, несушка кросстар бар ғой. Соған әтеш алсаңыз, кез келген әтештерді қоса беруге болады. Адлерлер мысалы жақсы көбіне. Домашний қолдың қара тауық әтештер бар ғой, простой. Соны да қоссаңыз да ірілеуін таңдап. Мен байқағаным, адлерлерді сондай жақсы, активный. Жалпы несушкаларға сол өзінің әтешінен қосқанын бір сондай пайда жоқ. Ол көбіне тауықтың өзінен де, әтешінен де көбіне олар оплот шамалы болады басында несушкаларда. Молодняк кезінде жасқанағыдай. Сол. Сондықтан басқа әтештерді қосқан жақсы, кішкене оплот жақсарады. Әтеш қосып қойсаң, балапан аласың, жұмыртқасын жеуге де болады. Әтеш қоспасаң, онда балапан алмайсың, тек қана жұмыртқасын жейсің. Ал енді породаның несушка түріне келетін болсақ, бұлар мысалы 2 жыл 100% тууы мүмкін.
2 жылдан кейін 5 жылға дейін мысалы 70% тууы мүмкін. Жақсы да ол. Енді мына кросстар сияқты көп 300-320 көрсетпегенмен бәлкім жететін шығар. Бірақ соның айналасы. Енді жақсы туады қысқасы. Әсіресе мына Легорн сол сияқты. Соған. Бір жағынан ол элитный жаққа да жатады кішкене. Декоратив. Характерін сақтайды. Породадан порода балапандар шығады. Енді аналар сияқты бірден қайсы әтеш, қайсы тауық екенін тауық қиындау шығар. Сосын әтешін ауыстырып тұру керек, қанын ауыстырып тұру керек. Олардың да енді породалардың да сыртқы түсі, мамығы, айдары, аяғы, бойы, салмағы бәріне қарайды ғой негізі. Үлкен жерлерде мысалы заводчиктер оларға қарайды, мән береді. Бракеров ондай нәрселерді жаңа алып тастайды, брак деп. Ол көп кездеспегенмен де, бірақ сол селекционерлер жақсы қарайды. Жемі енді шама келсе, қарапайым жем жей беретін шығар. Шама келсе енді жоқ дегенде комбикорм бермесе де зерносмес қылып беріп, үйтіп тұрған жері жақсы болса. Сосын мына құстар көбіне бір жерден сатып алып, екінші жерге сатып алып, көшірген кезде стресс алады, мысалы тумай қалуы мүмкін, кішкене уақытша қалпына келгенше, өз-өзіне келгенше дейді ғой. Сосын бір айта кетерім, бір жерден құс алған кезде бір сенімді жерден аласың. Алып жатқан құсыңның жағдайын білесің, мысалы ажырата аласың деген сияқты, ажырататын адамнан сұрайсың деген сияқты. Сосын алған құсыңды бір карантинге қоясың да, бір жұма ауру емес па деген сияқты профилактикасын жасап жіберіп, басқа бір өзің құстарың әйтпесе бір ауру болатын болса, енді тексеріп аласың ғой ауру жоқ жерден, бірақ болып қалып жатса, құдай сақтасын, мысалы басқа өзіңнің құстарыңды құртып алуы мүмкінсің да. Жаман етпей жақсы жоқ. Жақсы жерден аласың, ауру болмаса да карантинде ұстайсың барып, сосын барып қосасың. Құсың ауырып қалса да мысалы бөлек оқшаулап тастайсың, басқа құстар ұшып кетпей. Жұқпалы ауру болатын болса, жоқ кетуі мүмкін. Немесе жоқ дегенде талап тастауы мүмкін, бөліп тастайсың да. Пород туралы қысқаша осылай еске түскені бар білгеніміз деген сияқты бір жағынан. Енді декоративдің әңгімесі үлкен, декоративный көбіне әдемілік ұстайды, олар қымбат болады, онда күтімі жақсы болуы мүмкін. Жоқ дегенде 30 мың құстар бір мысалы брамалардың өзі мысалы 30 мыңнан. Біз ұстап жүрген брамалар ол біз өзімізше бізге мықты да ол. Бірақ шын мәндегі брама, кохейндар ол басқаша, мүлдем басқаша. Олардың бағасы да басқаша, күтімі де басқаша, олардың әңгімесі де басқаша, ол ортасы бар да кәдімгідей. Орысша айтқан любительдер ма? Сол. Жалпы кросстар арнайы селекциямен жасалған себепті оларда арнайы жем болады, комбикорм, құнарлы жем, құрама жем. Бройлерді мысалы 2 ай, 3 айда шапшаң көрсеткіш алып, бірден сойып соғады. Комбикорм стартын бересін, комбикорм ростын, комбикорм финишін бересін, жақсы маркалы комбикорм алып бересін. Немесе қолдан жасайсың, дұрыс жасай алсаң заводта. Ана месячныйға келетін болсақ, жұмыртқа және ет бағытындағы породаларға келетін болсақ, олар кросс емес. Олар енді ұзақтау, 2,5-3 ай өспейді, бірақ қарапайым жем болуы мүмкін, мысалы зерносмес соған ұқсаған. Бірақ қарапайым тауықтар сияқты 5-6 ай ма, енді породасына байланысты, қандай пород соған байланысты кішкене ұзақтау болады. Бірақ қарапайым тауықтарға қарағанда, несушкаларға қарағанда ол кәдімгідей ірі. Несушкаларда көбіне ет болмайды, оларда жұмыртқа уақытында болады. Айттық мана жұмыртқа уақытындағы кросстардың да, породалардың да, декоративный порода болсын, бройлер болсын, месячный болсын, олардың өзі арасында бөлінеді жаңағы. Әркімнің өзі, әр породың өзі бірнешеге бөлінеді.
жоқ, стресс болатын ол рас, жалпы айтып отыр ғой, 70%, 90% тіпті стресс болады көшіргенде, жалпы айтып отыр. Спор емес бұл жерде. Мақсат спор емес, бір-бірімізден білу ғой. Жалпы домашнилар көбіне әтешпен не істейді ғой, әтеш арқылы туады ғой. Бірақ жалпы тауық, әсіресе несушка, әтешсіз туа береді дейді. Өйткені ұрық, жұмыртқа тұрған ұрық емес қой. Мысалы, аналық ұрық бар, аталық ұрық бар, дұрыс па? Жұмыртқа, яйцеклетка, тауық секірмесе де яйцеклетка жинай береді негізі. Просто домашнилар бізге мынандай ол икемдалып қалған ғой, әтеш бар кезде ғана яйцеклеткасын жинай бастайды да. Яйцеклетка жиналады, яйцеклетка жиналғаннан кейін аталықтың ұрығы түседі соған. Оплод туады сол кезде көбі. Сосын барып сырты жабылады да шығады. Сен тауық сойған кезде тауықтардың ішінде домалақ-домалақтар жүреді ғой, яйцеклетка, ол сол яйцеклетканы әтеш бермейді ешқашанда. Яғни әтеш жұмыртқа бермейді никогда. Тауық жұмыртқа береді. Әтештің жұмысы просто бұл жерде айтып тұрған ұрық үшін, яғни оплод үшін болды.